Қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен бірге мастикадан гүлдің жасалу жолдарымен бөліспекшімін. Каналға жазылып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Мастикамен жұмыс жасау өте оңай. Мастиканы кондитерлік дүкендерден табуға болады. Жалпы мастиканың әртүрлі түсі болады. Гүл жасау үшін мастиканы кез келген дөңгелек формамен кесіп, оны екіге бөліп аламыз. Жалпы мастика сахарный пудрадан жасалатындықтан ол өте жабысқақ. Оны сумен біз бір-біріне жабыстырамыз. Оны қолға жабыспас үшін арнайы картофельный крахмал пайдаланамыз. Жасалған гүлдерді кондориннің көмегімен әртүрлі түске бояуға болады. Түрлі фигураларды кез келген форманың, яғни молдтардың көмегімен жасауға болады. Молдпен жұмыс жасаған кезде ең алдымен молдтың бетіне аз-аздап картофельный крахмал сеуіп аламыз. Формадан шешіп, артық жерлерін пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Дәл осы сияқты болтты, жұлдызшаларды, кез келген сандарды осы молдтардың көмегімен жасап аламыз. Осы фигураларды торттың бетіне арнайы шпажкалардың көмегімен әрлейміз. Торттың бетіне жазуды арнайы роликовый кескіштердің көмегімен кесіп алуға болады. Цифраларды да осылайша жасай береміз. Мастиканың бетіне жазуды, әртүрлі суреттерді арнайы фут карандаштардың көмегімен жазамыз. Мастиканың түрлі түстісін немесе осы ақ мастиканы топ декордың көмегімен өзіміз қалаған түске бояп аламыз.